Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен өте керемет пайдалы цветной капустадан салат істеп үйренеміз. Бұл салаттың рецепті өте сәтті шыққан. Сол үшін сақтап алыңыздар. Бізге цветной капуста керек болады, кішігірім. Астындағы жапырағы мен өзегін алып тастаймыз да, сосын ірі-ірі бөліктерге бөлетін боламыз. Ірі бөлшектерге бөліп болған соң, салатымызды жеу барысында бізге ыңғайлы болу үшін үлкен-үлкен бөлшектерді тағы да 2 бөлікке немесе 3 бөлікке бөліп шығатын боламыз. Енді бөліп шыққан капустамызды қайнап тұрған суға салып пісіріп алатын боламыз. Ескертетін бір жағдай, бұны өте көп қайнатпаңыздар, өйткені салатты араластыру барысында бұл капустамыз езіліп кетуі мүмкін, шашылып. Сол үшін қатты езіп пісіруге болмайды. 5 немесе 7 минут қайнатып, қатты жұмсақ қылмай пісіріп аламыз. Енді қызанағымыз бен бәдіренімізді әдемі көрінетіндей орташа етіп турап шығамыз. Енді көкөністеріміз турайтын боламыз. Мен бұл салатқа бір бума кинза алдым. Кинза бұл салатқа өте керемет дәм береді. Сол үшін міндетті түрде кинзаны қолданыңыз. Енді көкпияз тураймыз. Көкпияздың басын алып тастап, жақсылап майдалап турайтын боламыз. Міне пісіп шыққан цветной капустамызды сүзіп алып, кішкене суытып алдық. Енді осының үстіне қызанағымызды және бәдіренімізді саламыз. Енді осы туралған салатымыздың үстіне бір дана сарымсақ езгіштен жақсылап өткізіп қосып жібереміз. Сарымсақ бұл салатқа өте керемет дәм береді. Енді дәміне қарай тұз салатын боласыздар. Мен мына жерде кәдімгі ақ тұзды пайдаландым. Негізі гималайский тұзды пайдаланғандарыңыз дұрыс, өйткені ол бүйрекке барып тұз болып жиналмайды, организмнен шығып кетеді. Сондықтан гималайский немесе морской тұзды қолдануларыңызға кеңес беремін. Ең қызық жеріне келдік. Енді біз бір чайный ложка паприканы саламыз. Сосын кішкене қызыл бұрыш саламыз.
сосын жарты чайный ложка қара бұрышқа салып қуыруға арналған оливковый газға масланы кішкене қыздырамыз. ысытып аламыз. Қыздырып болған соң осының үстіне ыстық күйінше құямыз. Міне құйғаннан кейін осылай быжырлап шығады. Осылай болуы керек. Жақсылап араластырып, қозғап алып, кереметтей салатымыздың үстіне құямыз. Бұл бізге соус ретінде болады. Біздің салатымыздың дәмін келтіретін осы соус. Енді жақсылап араластырайық. Міне біздің салатымыз дайын. Өте керемет. Осы салатты аптасына 2 рет жасап жеулеріңізге кеңес беремін. Өйткені бұл салат адам ағзасына өте пайдалы. Брокколи немесе цветной капустаны жей алмаймын деген адамдарға осыны жасап беріңіз. Тіпті бала шағаңызда сүйсініп жеуі мүмкін. Достар, алдағы 1 айда 1000 подписчикке жету менде мақсат бар. Сол үшін бүгінгі сіздерге көрсеткен салатым ұнаса, маған жазылып кетулеріңізді және лайк басуларыңызды өте қатты сұраймын. Ал келесі кездескенше қош сау болыңыздар.